Бүгін де күн аяғына шықты. Жаңы күн башталды. Хасан Басри деген шындай бір көсем алым айтып өтті. Ар бір күн көтерілгенде адам баласына айтады екен. Ей адам баласы, мен бүгін шықтым. Менден бүгін пайдаланып қал. Мені қияматқа шейін қайра көрбейсің деп. Ар бір күн. Біраздан кейін күн шығады. Жана ал күн бізге жаңа мүмкіншілікті береді. Біз аны қандай іштетеміз? Біз ал берілген мүмкіншілікті ұқтаймыз ба? Біреуге қиянаттық қылабыз ба? Жамандық қылабыз ба? Орлық қылабыз ба? Тонойбыз ба? Қандай іш қылсақ та жамандығын өзіміз көреміз. Бізден башқа ешкім жамандығын көрмейді. Bir қарағанда біреуге жамандық қылып отқандаймыз, бірақ өзімізге ошол жамандық. Же ошол эле мүмкүнчүлүктү біз біреуге жардам беребиз бе? Үйүн тургузабыз бе? Же жөн эле жолдон өткөрүшүп коебуз бе? Же алкыш айтабыз бе? Же бир нерсеге үйрөтөбүз бе? Жакшылыгын өзүбүз көрөбүз. Bir қарағанда ага жакшылык кылып аткандай көрүнгөнү менен өзүбүзгө жакшылык ошол. Демек, ошол учурдан баштап берилип аткан мүмкүнчүлүктү туура иштетип калуу биздин негизги максатыбыз. Каяктан билебиз аны канткенде туура иштетебиз? Аны бизге туура жол көрсөтөт. Ошондуктан айтат, бул китепка эч кандай шубхасыз худан лил муттакин, Кудайдан корккондор үчүн туура жол. Ошол жерден билебиз бүгүнкү күндө кандай иштетебиз.